Қайырлы күн баршамызға. Бүгін сіздерге мерекелік дастарханның сәнін келтіретін өте дәмді теңіз тілі балығын духовкада пісіру жолын көрсетемін. Теңіз тілі, яғни морской язык, ең алдымен жуып, құрғатып аламыз. Қалауыңыз бойынша әрлеу етіп турайсыз, яғни төрт бұрышты жалпақ қылып. Қалыңдау болса, ортасынан бөлуге болады. Бөліп болғаннан кейін тұздаймыз. Бұрыш, тұз және балыққа арналған дәмдеуішті қосып, араластырып, тілдерімізді тұздап аламыз. Шамамен 15 минуттай тұрады, тұзы сіңгенше. Ол аралықта 3-4 дана чесногымызды үкіштен өткізіп, майонезбен араластырамыз. Ендігі осыны балығымызға жағамыз. Барлығын біртіндеп, бір-бірлеп жағып шықтық. Осы аралықта духовкамызды қыздырып қоюға болады. Ендігі балықтарымызды противенге тізіп қоямыз. 180 градуста шамамен 20 минуттай қызарғанша піседі. Сәбізімізді және ірімшікті алдын ала тазалап, үкіштен өткізіп аламыз. Барлығының бетіне сеуіп шығамыз, артынан ірімшікті себеміз. Жәнегі қызып тұрған пешімізге 5 минутқа ірімшік ерігенше саламыз қайтадан. Жұп-жұмсақ, дәмі ерекше балығымыз дайын болды. Жасап көріп, пікір қалдырып, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Айман, қош сау болыңыздар.